Кімде-кім кейін қайтармақ боп қарыз алса, Тәңірі жәрдемдеседі, ал қарызды сіңіріп кету ниетімен алса, Тәңірі оған біткен мал-мүлікті берекеден қағады. Кімде-кім Алланы ортаға қойып, сіздерден пана іздесе, оған пана болыңдар. Алланың атымен не сұраса да беріңдер. Кімде-кім біліп тұрып, ұрлық нәрсені сатып алса, ол ұрлық жасағаннан да жаман күнәға ортақ болады. Кімде-кім досы сүйетін тамақты дайындап жегізсе, Тәңірі ондай адамды тозақтан аман алып қалады. Біреудің үйіне рұқсатсыз есік пен тесіктен сығалап қараған адамның екі көзін ойып алу керек. Кімде-кім біреуге келген хатты рұқсатсыз ашып, жазып жатқан хатқа рұқсатсыз үңілсе, ол адам тозаққа ұмтылған адам. Дос кешірім сұрағанда илікпеген адамның күнәсі пайдакүнем өсімқоршының күнәсімен бірдей. Кімде-кім менің хадистеріме бос әңгіме емес пе екен деп күдіктенсе, оның өзі өтірікшіден өткен өтірікші.